Коронавирус жұқтыру дерегінің азаюына не себеп, не әсер етті? Жалпы өздеріңізге белгілі, үстіміздегі жылдың 14 ақпанындағы жағдай бойынша елімізде 202.573 адам коронавирус инфекциясымен ауырды. 185.205 адам инфекциядан жазылып шықты. Жаңа айтып кеткендей, Павлодар облысы бізде қызыл аймақта. Жалпы өткен жылдың желтоқсаны мен биылғы жылдың қаңтар айын салыстырған кезде ауруды жұқтыру саны 10%-ға өсті. Оған ең басты фактордың бірі жаңа жылдық мерекелер, демалыстар, халықтың көп жиналатын орындарға барып, той томалақ, сонымен қатар жаңа кештерге барып, туған күндерді өткізуінің факторлері. Енді ең басты бұның бүгінгі күні азайып келе жатқанның ең басты себебі бұл бас санитарлық дәрігердің шұғыл түрде жаңа постановленияларды қабылдауы және де жаңағы карантиндердің күшейтілгені азайтуға алып келді. Бірақ ең бастысы біз халықтан өтінетініміз бүгінгі күні бұл азайды екен деп ары қарай бейжай қарауға болмайды. Барлықтарымыз бірге барлық талаптарды сақтасақ қана осы қиындықтан өтіп шығамыз. Ол үшін жаңа қайталап айтамыз, маска тағып, ара қашықтықты сақтап, той томалақ не болмаса яғни осы сақтық деңгейін әлі де ұстап тұруымыз керек.